келіңдер достар, басталды! Жиналыңдар! A, B, C, D, E, F, G әріптерді үйренем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 санауды үйренем. Кел достар ойнайық, ойнайық та ойлайық. Қанша қиын болса да жеңбей оны қоймайық. Come, learn with me, counting right to me. Friends, let's play together, and you will speak fluently. A, B, C, D, E, F, G әріптерді үйренем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 санауды үйренем. Ал балақайлар, дайынсыңдар ма? Hello. Good morning. Бүгінгі біздің студияға ағылшын тілін үйренетін оқушылар келіпті ғой. Мен өте қуанып тұрмын. Біз де өте қуаныштымыз бүгін. Және де біз Play and Learn бағдарламасын асыға күтеміз. Ендеше сендер ағылшын тіліндегі өткен әріптерді де, сөздерді де үйрену керексіңдер ғой. Yeah! What's your name? I am Ayla. What's your name? I am Didar. What's your name? I am Begzat. Good morning! Good morning! Қалдарың қалай балалар? Жақсы! Мен сендердің сырттарынан бақылап тұрсам, барлық сөздерді, әріптердің барлығын білетін сияқтысыңдар. Солай ма? Yeah! Қанеки? Бекзат, не білетініңді айтшы достарымызға? Кат баскием. Рәт? Рәт еге құйрық. Әбәт дегеніміз? Әбәт дегеніміз жарғанат. Өте жақсы. Айлы, сен қандай сөздерді білесің? Cat деген мысық. Жарайсың. Пен деген Қаламсап. Жарайсың. Деген. Пен деген әтеш. Өте жақсы балалар. Барлық сөздерді Бекзат, Айлы сияқты жаттап алдыңдар деген сенімдеміз достар. Достар, алфавиттағы өткен барлық әріптерімізді бірге қайталаймыз ба? Yeah! Жарайсыңдар. Ең алғашқысы болып, Айлы ортамызға шығып, өткен әріптердің астарына жабыстырып шығасын. Айлы дайынсың ғой? Жақсы, жарайсың. Келе ғой. Қанеке қандай әріптерді өтіп барлығын астарын атап отырып, астына жабыстырып отыршы. Өте жақсы. Қандай әріп? Достарымыз қайта ғой? Өте жақсы. Тағы да қандай әріптерді білесің? Жарайсың. Өте жақсы. Келесі әріп? Си. Жарайсың. Айлы, барлық әріптерді білгенің үшін мен саған бір асықты сыйға тартамын. Бәрекелді. Келесі Дидар, келе ғой. Қандай әріптерді өттік біз тағы да? Қанеки? Тауып көр. Тауып көр. Ди. Өте дұрыс. Тағы да. Тағы да. И. Өте жақсы. Достарымызға қайталай ғой. И әріпі. Жақсы. Келесі әріп қандай? Ар, иә? Ар. Бәрекелді. Тағы да достарымызға айтып қой. Дидар, қандай сөзді білесің? Ар әріпімен басталатын. Айта ғой. Рәт. Бәрекелді. Саған да бір асық сыйға. Қанеки? Бекзат келе ғой. Бекзат, қандай әріптерді білесің біз өткен? Ти, иә? Ти әріпі. Достарымызға қайталай ғой. Ти. Тағы да қандай әріпті білесің сен? Н, иә? Ау. Пи. Пи әріпі. Келесі Н әріпі. Қанеки достарына қарап айталы ғой? Н әріпі. Өте жақсы. Бәрекелді. Мына асық саған. Жарайсың. Отыра ғой. Бәрекелді достар. Енді бүгінгі тағы да 4 әріппен мен сендерді таныстырғалы отырмын. Ең бірінші әріп
G. Бірге қайталайықшы. G. Бірақ сөздерде келген кезде G келген G деп те оқылады екен. Бекзат, қанеки G деп айта қойшы. G. Бәрекелді. Қане бірге қайталайық. G. Тағы да? G. Өте дұрыс. Келесі әріп. I. Қайталайық. I. I әрпі қазақ тіліндегі әрпіне ұқсайды екен, солай ма? I. Жарайсың. I. Қане қайталайықшы. I. Жарайсыңдар. Келесі үшінші әріп ол U әрпі. U. Жарайсың. U. Бәрекелді. U әрпі қарасам сендерге ұнап қалған сияқты. Және соңғы әріп O. Қанеке қайталайық. O. Жарайсыңдар достар. Және де осыған қоса достар, бізде бүгін өтетін 4 сөзіміз бар екен. Экран алдында шығып отырған сөздерді бірге қайталап отырайық. Эган. Бірге қайталайық. Эган. Эган деген не екен білесіңдер ме, балалар? Эган дегеніміз аң аулауға барғанда біздер не аламыз? Мылтық. Дұрыс айтасыңдар. Қанеке бірге айтайық? Мылтық. Ол қалай екен? Эган. Жарайсыңдар. Келесі эпик дегеніміз шошқа. Бірге айтайық. Маған шошқа ұнамайды. Неге ұнамай ма саған? Білесің бе ағылшын тілінде ұнамайды деген қалай екенін? I don't like. Бәрекелді. Қанеке тағы бір рет қайталай қойшы. I don't like. I don't like epic. Қайталаймыз. Don't like epic. Ал жақсы көретін болсақ, балалар, I like дейміз. Қайталайық. I like. Маған ұнайды. Бәрекелді. Dog дегеніміз не? Eat. Бәрекелді. I like a dog. Жарайсың. Дидар, саған мылтық ұнай ма? I like a gun. Жарайсыңдар. Ал енді ыдысты қайтып айтатын білесіңдер ме? Біз су ішетін, шай ішетін ыдысты білесің ме қайтып айтады? Кап. Бірге айтайық. Кап. Бірақ кәт қақсайды екен, бірақ ол кап деп аузымызды ашып айтамыз. Қанеке бірге айтайық. Кап. Excellent, достар. Барлық сөздерді, барлық фразалардың барлығын үйреніп алдыңдар. Жарайсыңдар. Біз мектепте асық ойнауды жақсы көреміз. Иә, мынау алшы, мынау тәйке, мынау бүк, мынау шік. Жарайсың, Дидар. Жарайсыңдар. Қандай керемет. Мен мына асықтың қай жағы қалай аталатынын барлығын сендердің арқаларында біліп алдым. Достар, мен сендермен енді ойын ойнағым келіп тұр. Мына асықтың шет-шеттерінің барлығына мен сөздерді жабыстырып қойғанмын. Мен сендерге сол сөздерді түскен кезде, лақтырған кезде, түскен кезде сол сөзді сендер маған көрсетулерің керексіңдер. Түсінікті ғой, иә? Иә. Жақсы, жарайсыңдар. Қанеке ең бірінші, Айлы, мен саған асықты ұсынамын. Асықты былай тастай қой. Тастай қой. Қанеке, Айлы, көрсете қойшы, бұл не? Бұл не, достар? Бекзат? Кәп. No. Кәп. Дұрыс таптыңдар, достар. Жарайсыңдар. Келесі кезек Дидарда. Дидар, қанеке? Тастай қой. Жарайды. Дидар, не ол? Көрсете қойшы достарыңа. Дұрыс айтасыңдар. Жарайсыңдар. Мылтық екенін білдік. Келесі кезек Бекзат, ала қой асықты. Асықты тастай қой. Бекзат, саған не түскенін білесің ба? Қанеке достарына көрсете қойшы. Бұл екен. Айлы. Ит. Ит қалай болады ағылшын тілінде? Dog. Дұрыс айтасыңдар. Бірге қайталайық. Dog. Жарайсыңдар. Достар, бүгінгі сөздердің барлығын есте сақтап қалыңдар. Келесі сабақта себебі ойын ойнаймыз. Дайын болыңдар. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бізбен бірге болғандарына көп рахмет. Келесі кездескенше достар. Goodbye.
Goodbye! Келиңдер достар, басталды. Жиналыңдар. ABC